2005 жылдың 22 қазанында бастауыш сынып мұғалімі Тара Гринстед із-түзсіз жоғалып кетті. Құқық қорғау органдарының белсенді іздестірулері мен күш-жігеріне қарамастан, оның 12 жыл бойы жоғалып кету оқиғасы 2017 жылы шындық ақыры ашылғанға дейін жойылмады. Сол қаралы кеште шын мәнінде не болды? Тергеу неліктен кешіктірілді және ең бастысы, бұл сұмдық қылмыстың артында кім тұр? Достар, арнамыздың 90% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылуды, лайк басуды ұмытпаймыз. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоның шығуына себеп болады. Тара Гринстедтің өмірі айтарлықтай гүлденген, тыныш болды. Сұлулық байқауларына қатысып, күш-жігерін ол білім алуға және тарих мұғалімі мамандығын меңгеруге жұмсады. Ол көршілерімен, әріптестерімен жақсы қарым-қатынаста болды және болашаққа жақсы жоспар құра білді. Бірақ 2005 жылдың қазан айының кешінде бәрі өзгерді. Үйге әдеттегіден кеш келген Тара із-түзсіз жоғалып кете барды. Айқын дәлелдердің жоқтығы, куәлардың 2-3 тайғақтары істі күрделендірді. Тара Фэй Гринстед 1974 жылы 14 қарашада Джорджия штатының Хокинсвилл қаласында дүниеге келген. Қыздың балалық шағы туралы аз мәлімет бар. Ол проблемасыз бала болып өсті. Достары көп, ата-анасымен жылы қарым-қатынаста болды және оқуға қызығушылық танытты. Жас кезінде Тара сұлулық байқауларына қатыса бастады. Қыздың келбеті керемет болды, сондықтан жеңістер көп күттірмеді. Бірақ Тара модельдік мансапты армандаған жоқ. Ол жарыстардан алған барлық ақшасын кейін университеттегі оқуына төлеу үшін жинады. Гринстед жинаған ақшаның арқасында ол Джорджия колледжіне оқуға түсті. Содан кейін Вальдост мемлекеттік университетінде магистр дәрежесін алды. Оқуындағы студенттер Тараның көңілді мінезі бар екенін, тез жаңа достар табатынын, сонымен қатар оның еңбекқор студент екенін айтты. Студент кезінде Тара орта мектепте жұмыс істей бастады. Ол тарихтан сабақ берді. Әріптестері ол туралы құрметпен сөйледі. Оқушылар жігерлі де әділ ұстазды жақсы көрді, ал көршілерімен әрқашан мейірімді болды. Бір сөзбен айтқанда, оның беделі мінсіз болды. Ол жоғалып кеткеннен кейін жұмыс істеген мектептің директоры Ирвин Бобби Коннер былай деді: Тара шынымен магнитті адам болды, ал балалар оны жақсы көретін. Болған оқиға бәрімізді қатты толқытты және қатты әсер етті деді. Айтпақшы, провинциялық шағын қалалардағы өмірдің өзіндік ерекшеліктері бар. Әрбір тұрғын көршілері, таныстары мен достары туралы бәрін білетін. Және Тарамен де дәл солай болды. Онымен бірге пикниктерде, қоғамдық жиындарда және мерекелерде жиі кездесетін. Оның кварталының тұрғындары қыздың бүкіл өмірі дерлік көз алдында болғанын айтты. Ол үйге шамамен бір уақытта келді және әрқашан жатын бөлмесінде жарықты қосатын. Көп ұзамай бұл Тараның жағдайы жақсы екенін көрсететін белгі болды. Бір қызығы, Тара Гринстедтің ғайып болған күні көршілер дабыл қаққан да осы қасиет еді. 2005 жылдың 22 қазаны күні бойжеткен кешігіп қана қоймай, ішке кіргенде үйдегі жарықты да жақпаған. Бұл жергілікті тұрғындарды алаңдатқан. Келесі күні ол анасының бірнеше қоңырауларына жауап бермеген. Оның үстіне ол дүйсенбіде жұмысқа келмеген. Бұл мінез құлық жауапты Тараға мүлдем ұқсамайтынын бәрі түсінді. Яғни қорқынышты нәрсе бола бастады. 24 қазан күні түстен кейін бұл іске жергілікті полиция араласты. Детективтер Тара Гринстедтің үйін тексеріп, оның ұялы телефоны мен жақын жерде тұрған көлікті тапты. Бір қызығы, әмиян мен кілттер жоқ болып шықты. Бірақ оның көлігінен $100 банкнотасы табылды. Көршілер ақшаға абай болған қыздың ақшаны құлыпсыз көлікте әрең қалдыратынын айтқан. Бірақ полицияда ешқандай күдік тумай ұрлау нұсқасын таба алмады. Тіпті төбелестің іздерін де таба алмады. Тараның ұялы телефоны зарядталып тұрды. Ал оның заттары жатын бөлмесінде екен. Үйдің ауласынан табылған белгісіз адамның ДНК іздері бар. Латекс қолғаптың бір бөлігі ғана жанама түрде көрсетілді. Осыдан кейін Тараның ұрланғаны туралы белгілі болды. Өкінішке орай тергеу тығырыққа тірелді. 3 жыл бойы Тара Гринстедтің жоғалып кетуіне қатысты тергеу тоқтап қалды. Полицияға мұғалімнің көптеген таныстарынан нәтиже бермеді, ал туыстары оның қайда екені туралы кез келген ақпарат үшін көбірек сыйақы ұсынды. Бірақ отбасына ешкім көмектесе алмады. Бірақ 2008 жылы оның ісі басқа қыз
Дженнифер Кессидің жоғалып кетуіне байланысты тағы да көпшіліктің назарын аударды. Істердің ұқсас жағдайлары американдық 48 сағат деп аталатын деректі фильмнен жарияланды. Белгілі болғандай, 2006 жылы 23 қаңтарда Кесси жұмыстан кейін үйіне қайтып, содан кейін жоғалып кеткен. Келесі күні оның көлігі үйінің жанынан табылды, бірақ ешқандай дәлел немесе күрес белгілері табылмаған. Бұл мәлімдеме детективтерді Тара Гринстед ісін қайта қарауға итермеледі. Бірқатар сарапшылар Дженнифер Кессидің Тара Гринстед сияқты сол адам ұрлап кетуі мүмкін десті. Алайда құқық қорғау органдары жәбірленушілер арасында байланыс орнатуға, сонымен қатар істі бір жүйеге келтіруге көмектесетін, тым болмаса да бір дәлел табылмады. Сондықтан көп ұзамай тергеу қайтадан тоқтатылды. Бір жылдан кейін Тара ісі қайтадан тыңдалды. Содан кейін бүкіл Американы таңғалдырды. Онда бір адам беті мен даусын жасырып, өзін сериялық өлтіруші деп атайды және оның 16 құрбаны болғанын айтады. Олардың бірі Тара Гринстед болған. Бейне жазбаны және оның шығу тегін мұқият зерттеген полиция болжамды маньяктың жеке басын анықтай алды. Бұл 27 жастағы Эндрю Хейли болып шықты. Алайда бірқатар жауап алулардан кейін Хейлидің ұрлауға еш қатысы жоқ екені белгілі болды. Ол интернетте хайп жасауға әуестеніп, жақында жоғалып кеткен қыздардың тізімін алып, өзін кісі өлтіруші деп жариялаған екен. Осыдан кейін детективтер Эндрю Хейлиді Тара Гринстед ісі бойынша күдіктілер тізімінен алып тастайды. Бірақ ол жалған куәлік бергені және сот төрелігіне кедергі келтіргені үшін 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Кейінгі жылдары полиция куәгерлерден сұхбат алуды жалғастырды. Айғақтары өте қарама-қайшы болды. Кейбіреулер Тара жоғалған күні өзін әдеттегідей ұстады деп мәлімдеді, ал басқалары қыз қатты қобалжыды және бір нәрседен қорқады деп айтты. Дегенмен, қанша тырысқанымен тергеу амалдары тоқтап қалмады. Айтпақшы, бұл жоғалған қыздың туыстарын, сондай-ақ штат тұрғындарын қатты алаңдатты. 2011 жылы тергеуге қатысқан детектив Гарри Ротуэлл істің әлі де ашық екенін жұртшылыққа жариялады. Тергеудегі күтпеген бұрылыс тек 2017 жылы полиция шешімін табудан үмітін жоғалтқан кезде ғана болды. Сол жылы Тараның таныстарының бірі детективтерге оның жігіті Бо Дюкс 2005 жылы мұғалімді өлтіруге қатысы барын айтты. Белгілі болғандай, 22 қазан күні кешке есірткіге мас күйінде болған Бо досы Александр Дюкпен үйді тонауға бел байлаған. Жолда бірінші болып Тара Гринстедтің үйі болды. Олар ішке кіріп бөлмелерді тінте бастағанда ұйықтап жатқан қызды оятқан. Қыз қарсылық көрсетуге тырысқан, есірткі қабылдаған Дюк оны абайсызда өлтіреді. Содан кейін мәйітті досы екеуі ата-анасының саяжайында жасырған. Жоғалған қыздың тағдыры туралы жантүршігерлік ақиқат қоғамда үлкен резонанс тудырды. Өйткені қылмыскер Тарамен жеке таныс болған. Белгілі болғандай, ол сабақ берген мектепте оқыған. Марқұм мұғалімнің көптеген әріптестері өлтірушінің аты жөнін білгенде нағыз күйзелісті бастан өткерген. Ал мектеп мұғалімдерінің бірі Венди Макфарлен сұхбатында қылмыскердің ұсталғаны туралы жаңалыққа түсініктеме берді. Мен бірден көз жасыма ерік бердім. Бұл қуаныш пен жеңілдіктің көз жасы және қаншама жылдар бойы ақиқатты іздеудің көз жасы еді. Мен оны білдім. Мен оны мектептің дәлізінде көрдім. Мен оны футбол алаңында, мектеп матчтары кезінде, теннис корттарында көрдім. Бұл сұмдық екен деді. Көп ұзамай екі қылмыскер де сотқа тартылды. Тыңдау кезінде олар жылап, Тараның ата-анасынан кешірім сұрады. Ал айыпталушылардың адвокаттары кісі өлтіру қасақана жасалмағанын алға тартып, жазаны жеңілдетуге тырысты. Алайда бұл көмектеспеді. 2019 жылдың 22 наурызында Бо Дюкс 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Дюктың соты әлі жалғасуда. Кейбір сарапшылар өлтіруші өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп санайды. Тара Гринстедтің өгей шешесі қысқаша мәлімдеме жасады. Бо Дюкс 11 жылдан астам уақыт бойы шындықты білді және оны қатты жақсы көретін біздің бәріміздің азап шеккенін, оны іздеп керемет түрде тірі табу үшін дұға еткенін көрді. Бұл жерде сөйлесетін енді ештеңе жоқ деді.